Неге сибирское здоровье? Біріншіден бұл жерде товардың сапасы. Тауардың сапасы өте керемет. Бір алған адам міндетті түрде алады, және екінші тиімді бағасы. Сондай сапалы тауарды тиімді бағаға ала отырып бизнес жасайсыздар. Бұл жерде клиенттер өте көп. Себебі жаңағы баға мен сапа керемет бұл жерде. Екіншіден оп-оңай маркетинг. Маркетингтің жеңілдігін біз көрген кезде біз таң қалдық. Мұндай да маркетинг бола ма не деп. Себебі біздерде мынау БТ 2500 деп тұр, БТ 1000-мен де айлық алуға болады. БТ 1000 дегеніміз, яғни өзіңіз 200 балл жасайтын болсаңыз, қасыңыздағы 4 қызбен сіз бірінші айлыққа шығасыз. Представляете, 4 қызбен бірінші айлыққа. Яғни бір рет жаңа ақшаға шыққан адам, мен ойлаймын, ары қарай тоқтамайды деп. Сондықтан да бұл жерде компания ең кішкентай рангтен бастап айлық береді. БТ 2500-де уже адамдарда кәдімгідей признание бар. Бұл жерде кәдімгідей значок бар. Считайте, бұл директорский статуспен бірдей. И бұл жерде сізде 50 000 теңге сразу сертификат береді, набор 50 000 теңгеге сертификат бесплатно. И еще айлығыңыз бар. 2500-ге де сіз примерно 10-15 адаммен спокойно шығып кетуіңіз болады. Біреу 200 жасайды, біреу 100 жасайды. 10-15 адаммен сіз, представьте, бір директорский статус жасап тастайсыз. Бұл жерде кәдімгі значок бар, признание бар, 50 000 теңгенің сертификаты бар, бизнес интенсивтер бар, первое признание дейді. Енді бизнес тайм 5000. Бұл жерде кәдімгідей сіз компаниямен келісім шартқа отырасыз, ИП сияқты айлығыңыз түседі. Бұған да бір шамалы адаммен жетіп қалуға болады. Командаңызда 25 адам болса, осы статусқа шығуға болады. Бұл жерде уже 100 000 теңге сертификат беріледі сізге, бесплатно өнім аласыз кәдімгі 100 000 теңгеге, 120 000 теңге сізге не түседі. За быстрый старт, бұны тез ашып тастасаңыз, бұл быстрый старттың премиясы бар, 120 000 теңге, представляете? Міне Құдай қаласа осының бәрін сіздер алатын боласыздар. Енді бізде бір нәрсе бар, бұл жаңағы баланс ұстау. Сіздің, допустим, 2500-ге шығып тұрсыз, бірақ сіздің бір-ақ веткамен шығып тұрсыз, бір жағыңыз ғана. Бізде де сондай болды, бір ғана веткамен шығып тұрсыз, и сіздің астыңызда тұрған партнеріңізді балын жасап 2500-ге шығып тұр. Бұл кезде сіздің төменде тұрған бизнес партнерге сізден көбірек айлық шығып кетуі мүмкін. Себебі сізге компания не дейді, сен уже екінші веткаңды жаса дейді. Бірақ біз бұл жерде расстраиваться етпеуіміз керек. Мына 5000-ға дейінгі табыстарға вообще мен айтам қызықпаңдар. Даже мынаған дейінгі табыстарға. Оны лучше сіздің астыңыздағы адам алсын. Жаңағыда 2500-ге бір линиямен шықтыңыз, астыңыздағы адам сізден көбірек айлық алып жатыр. Сіз кішкентай ғана сізге түсті, 20 000 түсті. Сіз қуаныңыз. Болды, сол линияны сол адамға беріңіз, айтыңыз. Міне мен сені айлыққа шығардым, давай өзің жаса, и екінші линияға қарай көшеміз. Сіз келесі айда уже 2500 екінші линиямен жауып, уже 2000-ға, 5000-ға, 10 000-ға шығып кетуге мүмкіндігіңіз бар. Мына статусқа дейін сіз тіпті екі ножкамен қыздар шығып кетесіз. Смело, зато мына жағыңыздан 5000 шығарыңыз, мына жағыңыздан 5000 шығарыңыз. Сізде команда ғой жұмыс істеп тұрған. Қорықпаңыздар. Келесте солар сізді автобонусқа шығаратын болады. Келесте сіз уже үшіншісін ашып кетесіз. Почему? Потому что мына жағыңызда айлық алса, мына жағыңызда айлық алған адам болса, олар тоқтамайды қыздар. Сондықтан да сіз мен аз алып қалам деп қорықпаңыздар. Астыңыздан өскен сайын сіз жоғарыға. Мен айтам ғой, мынау автобонусқа шығу бұл бизнестің бастамасы ғана. Сіз мыналарды тез шығарсаңыз, мынаны 2 айда жасайтын болсаңыз, 2500-де, бұның мына жақта 2,5 бар. Уже олар 2 еседен өсуге тырысады. Мен всегда 2 есе биік қоюға тырысам. Мысалы, Айнагүл 5000-ға шықтың ба сен, келесі ай мен айттым, осы айда 10 000 жаса. Сол айда 2 есе 10 000 жасаса, сізге уже автобонусын жартысын жауып берді деген сөз ғой. Сондықтан да өсуден қорықпау керек. Астыңызда партнердің өскеніне қуану керек. Отрыв ұстау керек әрине, бірақ сіз мынаған дейін оған қатты қорықпаңыздар. Әр не сайын 40% біз мына жағымыздан ұстап отыруымыз керек қой. 2 аяғымызды тең алып жүруге тырысуымыз керек. Бірақ бір аяқпен шығып қалдыңыз ба, оған не расстраивайтесь. Сіз всегда успеете екінші аяғыңызды, үшінші аяғыңызды өсіріп, мынаған оңай жетесіздер қыздар. Міндетті түрде. Сосын міне
сіз осы профиді шығып алдыңыз ба, сіз ойламаңыз қалай мен 2 ай ұстап тұрамын, чтобы жаңағыдай осыдан кейінгі 2 ай қорғауымыз керек қой автобонусты. Себебі сіздің астыңызда келе жатқан лидерлер бар ғой, которые тоже автобонусқа шыққысы келеді. Мен соларға көмектесем деп жүріп ақ, уже сіз мына статустарға қалай жетіп қалғаныңызды білмейсіз. Мына жерде шықтыңыз өзіңіз, мына жерге келіп тағы біреуді астыңыздан профи шығардыңыз ба, сіз профи өсіргеніңіз үшін де компания сізге 500 000 теңге за каждый профиға төлейтін болады. Сондықтан да мысалы мен келдім, мен Гүлфараны құдай қаласа профи шығарып, ол 2 ай қорғап тастаса, мен ол қыз үшін 500 000 аламын. Представляете, күшті ғой. Просто потому что мен Гүлфараға, зато Гүлфараның балы менің еще айлығыма да толығымен есептелетін болады. Сондықтан да компанияда ақша бар, табыс бар, қыздар. Тек қана бізге жұмыс жасауымыз керек.